Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз Абу Дабиға кетейін деп жатырмыз. Қасымда құрбым бар. Әйгерім деген кейінірек таныстырып жатармын. Алда бұйырса 4 күн күшті демалыс күтіп тұр бізді. Бірінші Абу Дабиға, кейін Дубайға барамыз. Барлығын сіздерге көрсететін боламын. Air Arabia компаниясымен бірінші рет ұшып жатырмыз. Билетті 1 ай бұрын сатып алдық және байқаған бойынша Стамбулдан әлемнің кез келген қаласына билеттің бағасы өте қолжетімді болып келеді. Ұшу уақыты 4,5 сағат және де біз Абу Даби қаласында түнгі 11-де боламыз. Сол себепті міндетті түрде тамаққа заказ бердік. Сэндвич пен мына сиыр еті, пюре, көкөністер барлығы $12 шықты. Абу Дабиге 4,5 сағаттан соң аман-есен жеттік. Біздің байқағанымыз бойынша аэропорт өте кішкентай екен. Шыға салып такси іздедік. Осындай үлкен таксимен, ішінде 7-8-10 адамға дейін сиятын таксимен екеуміз ғана отырып, рахаттанып, отелімізге кеттік. We come for concert, Korean concert, do you know? To Blackpink. Біздің қонағы аэропорттан алыс емес екен, бір 10-15 минутта жетіп алдық. Бізді күшті жылы қарсы алып алды. Біздің номерге қош келдіңіздер. Осындай күшті, шағын ғана, уютный номер. Төсегіміз романтик қой, потологына дейін. С просветкой. Это мы. Күндіз тағы да түсір керек на видті. Кішкентай балкон есть у нас. У нас первый этаж. На жақта міне летник. Музыка болатыр. Бассейн. Мексиканский ресторан бар екен біздің отельде. Атмосферасы күшті екен. Үлкен әдемі отелімізді аралап, мәз болып, кешкі серуенге шықтық. Және де түнгі 12-де тамақ ішіп алайық дедік. Отеліміздің ішінде осындай керемет ресторан бар екен. Айгерімге хот-дог алып келді. Қараңыздар, мынау менің қолым. Две руки. Вот это порция. Отеліміз күндіз де өте әдемі екен деп бір түсіріп алдым. Біз болсақ серуендеуге шықтық. Айтпақшы, біз Абу Дабидің Яс Айленд деп аталатын аралындамыз, себебі концерт осы жерде өтеді. Бірақ көріп тұрғаныңыздай адам вообще жоқ. Бұл жағынан Астанаға ұқсайды екен. Подземкада тоже адам жоқ. Күндіз мына жақта ешкім жоқ. Неге екені белгісіз. Абу Даби в нашем распоряжении десе. Да, әдемі, я. Тез келіп қалдық, Этихад Арена. Осында болады концерт. Деп мәз болып келе жатсам, концерт болатын жерді ауыстырып алыппын. Этихад Арена емес, Этихад паркта болады екен концерт. Бірақ концерттің алдына әлі 8 сағаттай уақыт бар, сондықтан тез-тез бірдеме жеп алайық деп шештік. Осындай бір керемет фургончикта әдемі круассандар сатады екен. Және де тағы да бір қуанғаны, концерт болатын жер осы жерден қатты алыс емес екен. Сондықтан да асықпай, осындай керемет витпен отырып, тамағымызды жеп алдық та, таксиға отырып, концерт болатын Этихад паркқа аттандық. Ура! Это прям вообще на плакатты көріп, мен осознаю, что біз концертке келдік. Сағат 8:30-да басталатын концертке біз нешеде келдік? Сағат неше? Saat 12:30. 12:30. Біздің суларымызды, бананды алып қалды. Что ты взяла? Классно. Тегін беріп жатыр екен. Thank you for making us the happiest place in the world. Тема. Happy Rose Day. У нее день рождения, значит. Мында мерч сатады, яғни футболка, худилар, әртүрлі лайтстиктар. Бағалары мінекей, 20,000, 30,000 теңге солай тұрады. Мына жақта тамақ ішуге болады екен. Қараш, мұнда бар екен қазір тамақтың барлығы. Мына жерде суретке түсу керек. Енді күту қалды. Это тот блогер, который в ТикТоке снимает же, girl, деп. Повернись, пожалуйста. Барлығы бір адамдық орынды алып, аяқтарын бүгіп отырса, біз деген аяғымыз жай қойып, 4 адамның орын алып отырмыз.
Осталось сколько часов? 4 часа. 4 часа. Да, тут играем, сидим. Как можем, убиваем время. Я надеюсь, я стану знаменитой. Да, красотки. Вот такая у нас атмосфера. Басында барлығы демалып отырған болатын, себебі концертке көп уақыт болды, бірақ та концерттің басталуына, яғни саундчектің басталуына 1-2 сағат қалған кезде бәрі тұрып алды. Концерт әлі басталмай жатып, тек қана қыздардың клиптерін көріскеннен бастап адамдар шулап, барлығы өлең айта бастады. Осы концерт болатын алаңға бізді 3 сағат бұрын кіргізді, яғни біз барлығын қосқан кезде бақандай 8 сағат күттік. Шоудың өзі спецэффекттерді енді айта алмайын, барлығы әлемдік жоғарғы деңгейде өтті. Ал арасында қыздар киініп үлгеру үшін керемет, осындай әлі ешқай жерде көрсетпеген видеоларын көрсетті экраннан.
что происходит после концерта. Адамдар қайтып жатыр, көбі Дубайдың өзіне қайтады. Мына жақта адамдар фотоға түсіп жатыр. Концерттен шықтық. Барлығын жақсы түсірдім, сіздерге ұнады деген ойдамын. Өзім сезіммен бөлісе кетсем, шынымды айтсам, бір өкініш болды. Ол саундчектен орын неге алмадым, неге ақшамды аяп қалдым деген сияқты. Себебі билет алған кезде кез келген жерден ең артынан болсын мен билет алдым, мен осы үшін Абу Дабиға бара жатырмын деген ойдың өзі маған прям вау болып көрінді да. Оның алды арты былай қатты маңызды болған жоқ. Енді саундчек почти 3 есе қымбат тұрады. Сол себепті бірақ осы жерге келген кезде 8 сағат күтіп, қиналып, шаршап, олар енді 1,5 сағаттан почти 2 сағаттай концерт берді. Бірақ ол жетпеді, еще түрлерін прям қатты анық көре алған жоқпыз да. Адам өте көп. Негізі бәрі тұрған кезде сахна көрінетіндей болды. Толықтай, бірақ барлығы телефонмен түсіреді, әрине. Барлығы қолдарын көтеріп, секіріп, билеп. Сонымен қыздарды, әншілерді, Blackpinkті дұрыс қатты көре алмадым. Сол үшін алдынан VIP жерден орын алу керек еді деген өкініш келді. Сондықтан да енді келесі жолы білетін боламын. Бұл менің бірінші тәжірибем. Осындай әлемдік деңгейдегі топтың концертіне баруым, турдық. Келесі жолы тағы да бұйыртып жатса, осындай әлемдік деңгейдегі бір артистің концертіне барып жатсам, міндетті түрде ешқандай ақшасына қарамай, алдынан аламын деп өзіме уәде беріп келе жатырмын. Подругам шаршап келе жатыр. Адам өте көп. Мына машиналар вообще в шоке бізге қарап, мына қайдан келе жатыр деп күндіз көрсеткендей. Күндіз мұнда адам жоқ қой, для них это как-то, наверное, странно. Пробка, такси. Біздің дұрыс жасағанымыз отельді жақын жерден алдық. Почти келіп қалдық. 15-20 минут жаяу жүретін жерден алғанбыз отельді. Сол хотя бы сол жақсы болыпты. Бірақ та оған да қарамастан түрлерін анық көрмесек те, жалпы атмосфера керемет болды. Әлем түкпір-түкпірінен жиналған адамдар, нағыз фанаттар. Мен мысалы Blackpinkті прям беріліп тыңдап жүргеніме жаздан бері ғана шығар, олардың турлары басталғаннан бері Айгерім вообще олар тыңдамайды. Біз тұрдық енді арасында қосылып білетін жерімізді, ал толықтай тексті жаттап алып, рэпнеден жаттап алып, айғалап өліп тұрған қанша адам болды. Бірақ күшті тоже атмосферасы, себебі олар прям киініп алған, олардың мерчтарын киіп алған, боянып алған, там розовый, қара тематикамен. Атмосфера шынымен де күшті болды, көп қыздармен таныстық, көрсеткендей. Сейден, осы жақтағы тұрғылықты арабтармен де таныстық. Сол үшін күшті күн болды. Күшті болды ма? Бірексіз. Айтарым өте... Можно я не буду на скажу? Айтарым орысша. Было очень атмосферно, мне очень понравилось. Как я и говорила ранее, что очень много приключений было. Хотя мы стояли около 8-9 часов, наверное, более точно 9 часов. Но столько интересных моментов было, столько людей было интересно, с которыми мы познакомились. И чуть ли Йенлек тоже не поругалась, не подралась там. То есть было и плохое, и хорошее, но день был насыщенным, одним словом. Поэтому советую ощутить и вам. Келесі күні таңертең таңғы астан кейін бірден таксимен Дубайға жолға шықтық. Жол 1 сағат уақыт алады деді. Таксист Пакистаннан екен, жол бойы өте ұзақ, күшті әңгімелесіп, тез жетіп алдық Дубайға. Дубайдағы отеліміз Армада деп аталады. Редисоннан еш кем емес, өте биік, әдемі. Айтпақшы, біз 2 отельді де agoda.com деген сайттан 1 ай бұрын забронировать еттік. Бағалары өте қолжетімді болды. Отельге қарама-қарсы торговый центр бар екен. Соған барып келек деп шештік жаяу. Бірақ та қарама-қарсы болғанымен оған мына жолдан өте алмай, ары қарай метромен айналып, жарты сағат жүру керек екен. Дубайдың енді жолдары осындай. Өте әдемі торговый центр екен. Фудкортта, яғни тамақ ішетін жақта осындай керемет көрініс ашылатын балкон бар екен. 1-2 сағат торговый центрда аралап, отельге келдік. Бірінші этажда осындай керемет бассейн бар екен.
бірден сіздерге көрсетейін деп шештім. Және де осындай парк, жанымызда Carrefour деген супермаркет бар. Және де осындай кешке әдемі демалып отыратын кафе бар екен. Бір сөзбен айтқан кезде бұл отель бізге өте қатты ұнады. Дубайдағы номерға қош келдік деп па. Осындай ванна. Осындай күшті әдемі номер. Бұл номер әдемірек екен. Абу-Дабидағы Редисондағы номерға қарағанда. Ең күштісі вид. Вау, қандай вид! Дубайда тек қана 2 күн уақытымыз болғандықтан отельден бірден қыдыруға шығып кеттік. Дубай өте қымбат қала екен, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, сондықтан да метроның болғанының өте көп пайдасы бар. Стамбулда да метроның түр-түрі болғандықтан көп уақыт жоғалтпай бірден үйреніп кетті, қайда бару керек, қалай төлеу керек деген сияқты. Бір қызығы, метрода ешқандай жүргізуші жоқ, ол автоматты түрде жүреді екен. Және ең басы жердің үстімен жүреді, яғни бүкіл Дубайға қарап қызықтап отыруға болады. Ал бұл видті енді айта алмаймын, метроның дәл алдында осындай үлкен терезе бар. Бірінші кезекте әрине барлығы білетін Дубайдағы ең атақты жерлердің бірі Дубай молға келдік. Бұл жерде әлемдік деңгейдегі люксовый брендтер орналасқан үлкен торговый центр болып саналады. Нағыз арабтарды тек қана осы Дубай молдан кездестіруге болатыны рас екен. Келесі кезекте біз әрине де Бурж Халифаға барайық деп шештік. Бір жақсысы барлығы Дубай мол, Бурж Халифа барлығы бір районда екен. Барлығы аңсайтын Бурж Халифаның жанына келген кезде шынымызды айтсақ байқамай қалдық, себебі күндіз қатты ерекшеленбейді. Қыз болғандықтан біз әртүрлі образдар киіп, әртүрлі фото-видео түскіміз келді. Сол себептен чемоданымызды тасып, осындай парковкадан уборная тауып алдық. Осы жерде киімімізді ауыстырып алдық. Бәсе Дубайда неғып адам жоқ десе, кешке барлығы осы жақта жиналады екен. Туристер, жергілікті тұрғындар барлығы осы жерде керемет шоу, фонтанды тамашалауға келеді. Бурж Халифа 163 этаждан тұрады. Әлемдегі ең биік ғимарат 2010 жылы салынып біткен. Ал біз 2 сағаттан бері адам жоқ, жақсы фото-видео түсуге болатын ракурсты таба алмай, соңында әрен дегенде тауып, мәз болып шоуды тамашаладық. 2 сағат бір-бірімізді әбден фото-видео түсіріп, қалай шаршап қалғанымызды байқамай қалыппыз. Қуанышымызға орай осындай керемет жерден рестораннан орын табыла қалды. Сөйтіп, уф деп шоуды тамашалап, бір жақсы демалып қалдық. Түнгі 11:30-да метро жабық екен, сөйтіп таксимен отельге кеттік. Ал бұл Дубайдағы отеліміздің таңғы асы. Таңғы ас өте дәмді болды. Әдеттегідей тез ішіп, кезекті, қызықты күнімізге дайындалдық. Ендігі кезекте әрине керемет сафари тур. Оған алдын ала заказ берген болатынбыз. Артымыздан осындай керемет джип машина келді. Біздің топта 7 адам болды, барлығы орыс тілді. Сөйтіп жолға шықтық, жол 1 сағат уақыт алды. Бірінші аялдама ол квадроцикл тебу, яғни бұл жерде кім тепкісі келеді тебеді, тепкісі келмейтіндерде 45 минут уақыт болды. Біз осы уақыт аралығында осы жақты аралап, басқа ұлттарға қарап, магазиндерді аралап, солай қыдырып жүрдік. Сафари тур дегенде Инстаграмда барлық өздерінде құмдағы суреттерін салады, алайда за кадрым, яғни артқы жақта не болып жатқан ешкім көрсетпейді, сол себепті сіздерге көрсетейін деп түсіріп алдым. Бұл жерде қызу тіршілік, барлығы сувенир сатады, магазиндер өте көп. Мен де осындай керемет ботаны өзім ұлыма сатып алдым, бірақ та басқа сатып алатындай ештеңе көрген жоқпын. Кейін осындай керемет жерге закат қарап, бірімізді суретке түсіріп, күшті уақыт өткіздік. Одан кейін осындай жерге келіп, машинаны құмнан тазалады. Және ең соңғы аялдама ол деревня бедуинов деп аталады. Бұл жақта шоу-программа, бізге тамақ береді, әртүрлі басқа да развлечениялар бар. Бірінші закуска берді, өте қызықты, жареная цветная капуста ұқсайды, дәмі бар, бірақ өте дәмді, кішкене ашты болды. Сөйтіп өзіміздің тобымызбен күштілеп тұрып жайғасып, шоу тамашаладық. Бұл турдың бағасына қолға хнамен тату салу кіреді, сондықтан да әрине келіп тез-тез салып алдық осындай күшті, нежный тату.
Негізгі кешкі аста дәстүрлі араб тамақтары болады. Өстіп еркектер мен әйелдер бөлек очередьқа тұрдық. Маған өте қатты ұнады, бірақ та мен қатты майлы емес, осына диетический заттар таңдап алдым. Fire Show мен сафари туры аяқталды. Кейіннен Дубайға қайттан қайтып келіп, ертеңгі күні біз ұшу керек болатын, сондықтан да шаршап тұрсақ та ерінбей отеліміздің жанындағы осындай керемет пляжға келіп, тәтті тамақ жеп, ойланып, жай ғана рахаттанып демалып қайттық. Сөйтіп 4 күндік демалысымыз аяқталды. Күшті, насыщенный күндер болды. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздерден қолдау күтемін.